Alhamdulillah, вассалату вассаламу аля расулихил карим. Амма бад, ассаламу алейкум. Рамазан айы берекелі ай. Бұл айда Құран түсіп, жер беті нұрға бөленіп, жын шайтандардың қол аяқтары кісенделіп, нәпсімізбен оңаша қалған уақыт. Бұл айдың рахымдылығы соншалық, пайғамбарымыз өзінің мүбарак хадисінде әуелуху рахма, ва аусатуху мағфира, ва ахируху айтху минан ниран. Бұл айдың алғашқы 10 күндігі Алланың рахымы төгіліп тұратын ай. Ортасындағы 10 күн Алланың кешірімі төгіліп тұрады. Соңғы 10 күнінде адамдар тозақ отынан құтылатын уақыт деді. Пайғамбарымыз және бір мүбарак хадисінде, егер кімде-кім Рамазан айына аман есен жете тұрып, Рамазан оразасын ұстап, Алланың рахымын кешірімін ала алмаса, оның жағдайы құрысын деді. Біздер осы берекелі болған айда көркем мінезді үйреніп, нәпсімізді тазартуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және бір хадисінде ас-сияму джунна, ораза қалған. Ораза ұстаған адам жаман сөз айтпасын, дауласпасын. Егер біреу оны балағаттап, онымен дауласатын болса, мен оразамын деп айтсын дейді. Міне бұл ай, Рамазан айы соншалықты берекелі ай, адамдардың барлығы жақсы көңіл күйде, қуанышта жүреді. Мен оразамын деп, және бір-бірлерін оразамен құттықтап, адамдардың барлығы ашуланбай, бір-бірлерімен ренжіспей, ренжіскен болса татуласып, кешірім сұрап жатады. Сондықтан да міне біздер осы берекелі айда көркем мінезге жетуіміз керек. Әуелі Алладан, Аллахым бізге көркем мінез нәсіп ет деп сұрауымыз керек. Және де көркем мінезді болуды, ашу шақырмауды, біреуге ренжімеуді үйренуіміз керек. Бұл туралы өте көптеген хадистер бар. Ислам ғалымдары ашулануды үшке бөледі. Біріншісі орынды ашулану, екіншісі орынсыз ашулану, үшіншісі мүлдем ашуы жоқ адамдарға ислам ғалымдары бұның дұрыс еместігін айтады. Орынды ашулану дегеніміз исламның үкімдерін орындайтын кезде адам ашуланбаса болмайды. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям балаларың 7 жасқа келгенде намазды үйретіңдер, 10 жасқа келгенде оқымаса ұрып соғып болсын үйретіңдер дейді. Міне осындай кездерде біздер дауыс көтеріп ашулануымыз керек. Ал енді орынсыз ашулану дегеніміз, пайғамбарымыз айтады, егер кімде-кім орынсыз ашуланатын болса, қиямет күні Алла тағала да оған ашуланады дейді. Міне сондықтан да осы айда біздер орынсыз ашуланудан сақ болып, өзімізді көркем мінезге тәрбиелеуіміз керек.